Құран барлық ғылымның қайнар көзі. Өкінішке орай, Құран кәрімнің теңіздей ғылымның тек тамшысы ғана бізге аян. Соның бірі жұма сайын мешіттерде оқылатын Кахф сүресіндегі Мұса және Хазіреті алейхиссалам қиссасы. Бұл қиссадан біз ұғыну керек болған өкімдер, өмірлік қағидалар мен тәрбиелік мәні бар ғибраттар. Ішінен 4 мәселеге ғана зер салып көрейік. Біріншісі, қиссада білімнің маңыздылығы, білім алу үшін ұзақ сапарға да шығу қажеттілігі айтылады. Ғалымдар қиссадағы ізгі пенде деген адам пайғамбар емес. Ол Алла тарапынан мейірімділікпен білім берілген жан екендігін айтады. Өйткені оның елші немесе пайғамбар екені айтылмаған. Оның «Мен мұны өз шешіммен істеген жоқпын» деген сөзі оған уақи емес, аян берілгенін көрсетеді. Аян жайлы біз Мұсаның анасына «Оны еміз» деп көкейіне салдық деген аят бар. Сонымен бірге Алла тағала пенделерге үйрететін ілім екі түрлі. Бірі ұстаздан оқып, ждағатпен алатын ілім. Екіншісі өзімізден білім үйреткен құлдарымыздың бірін тапты. Аятында келгендей, Алла тағала беретін ләдуни ілім. Шынымен ақ, білім аламын деген адам үйретуші мұғалімге, ұстазға ерекше құрмет көрсету қажет. Алланың пайғамбары Мұсаның алейхиссалам, Мұса оған «Саған үйретілген пайдалы білімнен маған да үйретуің үшін мен саған еріп жүрсем бола ма?» деді. Деген сөзі соны ұқтырады. Пайғамбар бола тұра кішіпейілдікпен әрі жұмсақ сөзбен Хызырдан білімін үйретуді сұрауда. Аса өзекті мәселенің бірі. Мұғалімнің мәртебесі биік болмайынша білікті маман шығуы өте қиын. Сонымен бірге ғалымдар да ғибрат алар тұсы бар. Қаншалықты ғалым болса да, қажетті ілімді өзінен жас немесе деңгейі төмендеу маманнан үйрену керек болса да, тәкаппарланбау. Өйткені пайғамбар хақ тағала арнайы берген білім қарапайым пендеден алуға өтініш жасауда. Екінші жайт – сабыр. Білім жолында мұғалімнің талабына және басқа да білімге қатысты жайттарға төзімділік таныту қажет. Себебі сабырсыздығы салдарынан білімнен айырылады. Сабыры жоқ адам білімге қол жеткізе алмайды. Ал сабырлы болуды үйренген адам білімге де, сонымен бірге өмірде көптеген мақсаттарына да қол жеткізе алады. Ол үшін сабырлық ауадай қажет. Өйткені Мұса алейхиссалам білім алуға өтініш жасағанда Хызыр «Сабырыңыз жетпейді» деп үзір сұрады. Ал сабырдың болмауы жайлы «Білімнің қамтылмаған нәрсеге қалай сабыр ете аласың?» деп көбіне көп адамның мақсатын, нәтижесін, пайдасын және жемісін білмеген нәрсеге сабыр етуі қиын екенін айтуда. Міне сондықтан әрбір жағдайды сабырлық һәм салқынқандылықпен істің соңын күту керектігін айтуда. Өйткені жай пенде үшін Хызыр жасаған 3 істің бірі қылмыс, бірі қисынсыз және бірі ақылсыздың ісі сияқты көрінеді. Үшіншіден, дұрыс шешім қабылдай білу. Балықшылардың кемесі тесіліп, жағаға қайтуға мәжбүр болды. Бұл балықшылар отбасының бірнеше күн азықсыз қалуына әкеліп соғуы мүмкін. Алайда теңіздің ар жағындағы патша кемелерін тартып алатын болса, бір ауылды асырап отырған кемеден айырылады. Бұл бірнеше күн азықсыз отырудан әлдеқайда үлкен зардап. Міне бұл үлкен зардаптан құтылу үшін кіші зардапқа, шығынға бару деген қағида. Сондықтан Хызыр балықшылардың кемесін аман алып қалу үшін түбін тесті. Балықшылар да жағаға қайтуға мәжбүр болды. Төртінші, жолдастыққа адал болу. Хызыр Мұса алейхиссалам пайғамбарды қандай жағдайда болса да тастап кеткен жоқ. Керісінше барынша қолдап жанынан табылды. Бұл орайда кемедегінің жаны бір дегендей өмірдегі досты, жұмыстағы жолдасты тастап кетпеу керектігін байқаймыз. Әрине, бұл орайда Құдай заңына қарсы бір іс-әрекетке барып жатса, қолдауға және көмек көрсетуге қатаң тыйым салынады.